Екінші ұлтшылдық пен ұлтжандылық деген нәрсе, бұл өзі бір айналып келген кездерде осы екі дүниені қазіргі адамдар шатастырып жатады. Екеуі аспан мен жерде айырмашылығы бар нәрсе. Ұлтшылдық деген не? Тек өзінің ұлтының ғана қамын ойлап қалған, басқа ұлтты көзге ілмейтін, басқа ұлтқа қысым көрсететін нәрсе. Ал енді біздің қазақта ұлтшылдан көрі ұлтжандылық бізде басым. Ұлтжандылық деген нәрсе не? Өзінің халқын сүйеді, өзінің дінін құрметтейді, өзінің салт дәстүріне адал, өзінің ғұрыптарын ұстайтынды, мысалы үшінге ұлтжандылық деп айтады. Сондықтан енді ұлтшылдық пен ұлтжандылықтың екеуінің екі ұдай нәрсе екенін осыдан-ақ білуге болатын негізінде. Сосын енді қазіргі кездерде біздің қоғамға ұлтжандылық өте керек. Себебі ұлтжандылық деген нәрсе не? Ең бірінші жерді сүю, отанды сүю, өзіңнің еліңді сүю, өзіңнің тіліңді сүю, өзіңнің дініңді құрметтеу. Осылардың барлығын біз шынымен ұлтжандылықпен байланыстырып жататын болсақ, осылардың бәріне ұлтжандылық танытатын болып жататын болсақ, әрине біздің алар асқар тауларымыз әлі алда деп мен ойлаймын.